Сәлем қыздар, бүгін менің ең сүйікті тағамым палауды әзірлейтін боламыз. Ең алдымен пиязымызды осылай турап аламыз және сәбізімізді өте ұсақ емес, өте ірі емес, бір көлемде турауымыз керек. Тамақтың әдемі көрінуі осы сәбізге байланысты қыздар. Ең алдымен қазанымызға майды құйып жақсылап қыздырып аламыз және осылай пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Тамақтың дәмді шығуы осы пияз бен еттің қуырылуына байланысты және тамағымызға әдемі рең береді. Осылай жақсылап қызарғанша етті де қуырып аламыз. Екеуі жақсылап қуырылып болғаннан кейін сәбізімізді салатын боламыз. Сәбізімізді бір-екі ғана қозғап, қатты қуырмау керек, өйткені сәбізіміз езіліп кетеді тамақта. Осылай бір-екі рет қуырып, үстінен қалағандарыңызша тұз, сосын чеснок салдым мен дәмі кіру үшін, және қайнап тұрған суды құямыз. Қайнап тұрған суды еттің бетімен ет жақсы пісу үшін. Мұздай су құймаңыздар, өйткені еттеріңіз бірден қатып қалады мұздай су құятын болсаңыздар. Осылай күрішімді дайындап аламын. Жуған кезде күрішті жақсылап крахмалы кеткенше жуамын, өйткені күрішіміздің жылтыр болып шығуы осы жақсылап жуғанға байланысты. Осылай бетін жауып, қатты бір су кеткенше қайнатып аламыз. Және де осылай күріштеріміздің арасына су бару үшін бетін әдемелеп тегістейміз. Және осылай мен пакет жабамын, өйткені күрішіміз бір келкі әдемі буын шығармай пісетін болады. Мен де осындай болгар бұрышын салам, өйткені үйдегілер осыны жақсы көреді. Ащысымен. Міне қыздар, тамағымыз пісті. Күрішім осылай кішкене езігіңкіреп пісірдім, өйткені үйімізде үлкен апамыз бар. Асқазанына жұмсақ болсын деп етімді осылай алып аламын. Және етімізді турайтын боламыз. Бұл жерде жылқы еті, қой еті және құйрық май. Құйрық майдың пайдасын өздеріңіз де білесіздер. Және тамаққа дәм береді. Қыздар, және айта кететін жайт, өздеріңіздің қалауларыңызша приправа, зира қоссаңыздар болады. Біздің үйдегілер ондай артық приправаларды ұнатпайды. Сол үшін мен ондай приправаларды қоспай осылай жасаймын. Дәмін көріп, бағасын беріңіздер қыздар, жасап көріңіздер. Өте дәмді, қазақша палау десем де болады. Міне осылай шықты. Ұнаса лайк, комментария жазып кетіңіздер.